Қожа Ахмет Яссауи бойына ерекше қасиет қонған әулие адам болған. Оның Диуани Хикмет кітабында болашаққа жасаған болжамдары қазір дәл шығып, бүкіл елді таң қалдырып жатыр. Қожа Ахмет Яссауи барлық болжамдарын дінге сүйене отырып жасады. Ол дінді терең зерттеп, жаңғақша шаққан. Баптардың бабы Арыстан баб оның ұстазы болған. Қожа Ахмет Яссауи 11 ғасырда қазіргі Түркістан қаласының территориясында дүниеге келген. Ол өте ғұлама болып өсіп, қазіргі қазақ даласына ислам дінін таратып, рухани ұстазға айналды. Ол 63-ке толғанда пайғамбар жасына келдім деп, жер астына қылуетке түсіп, өмірінің соңын сонда өткізді. Осында отырып ол ақыр заманға қатысты болжамдарын жазды. Негізі оның есімі Ахмет, ал қожа деген сөз оның дін үшін жасаған еңбегіне берілген. Ал Яссы деген өзі дүниеге келген Түркістан қаласының бұрынғы атауы. Қазір Түркістанда әулие бабамыздың құрметіне аталған Қожа Ахмет Яссауи университеті бар. Және Түркістанда оның атында кесене бар. Кесененің салынғанына 600 жылдан асса да, әлі күнге дейін қирамай сау тұр. Сонымен Қожа Ахмет Яссауи ақыр заман туралы қандай болжам жасады? Біз бүгінгі видеода осыған кеңінен тоқталамыз. Қожа Ахмет Яссауи осыдан 1000 жыл бұрын өмір сүрген. Ол кезде қазіргідей интернет жоқ. Сол кезде Ахмет Яссауи жер дүниені аралап, ақпарат жинаған. Оны саралап кітап етіп жазған. Сол кезде ол ақыр заман белгілеріне тоқталып өтеді. Ол Диуани Хикметтің 18-ші хикметінде қиямет жақындап қалғанын айтты. Барша жұрттан әдеп кетті, қиналған жоқ, әйелден қыз, үлкеннен жас ибалған жоқ. Расул айтты, ұят деген иманнан деп, арсыз қауым жайлады жер, көкті, достар. Осылай деген Яссауи қиямет күнгі адамдардан ар ұят кететінін мәлімдейді. Қазір дүние жүзінде адамды арсыздыққа итермелейтін фильмдер, әндер қаптап кетті. Үлкен кинотеатрларда еркек пен әйел сүйіскен киноларды ашық көрсете береді. Оны жастар қымсынбай көреді. Қыз келіншектер әлеуметтік желілерде ашық-шашық билей беретін болды. Еркектер оған лайк басып, мәз болып тамашалайды. Мұсылмандар өлтіреді мұсылманды, тура сіңді нақақ бұрса шың жанды. Мүрит біткен пірді аямай ұшынғанды, ондай сұмдар болады екен кекті, достар. Дүние байлап жүрек көзін, шын асылға қолы жетпей қалды жұрттың, ұғасың ба? Осы өлең жолдары арқылы Ахмет Яссауи болашақта мұсылмандар бір-бірін еш аяусыз өлтіре беретінін хабарлады. Расында да қазір басқа мұсылман елдерін былай қойғанда, Қазақстанның өзінде кісі өлтіру өте көп болып жатыр. Үлкен еркектер бүлдіршіндей қыздарды зорлап өлтіріп жатыр. Елімізде жас балаларды зорлау қатты етек алып кетті. Сонымен қатар отбасында қыз келіншектерді ұрып соғып, зорлық-зомбылық көрсетіп жатқан еркектер де аз емес. Көшеде жолға таласқан еркектер бір-біріне боғауыз сөздер айтып, қол көтеріп жатыр. Тіпті мектеп оқушылары да бір-бірімен топ болып төбелесіп, адам өлімі орын алуда. Осылайша мұсылмандар қазір бір-бірін аяусыз өлтіріп жатыр. Қазір елімізде теріс діни ағымдағы азаматтар көбейді. Олар дін үшін жихад деп басқа мұсылмандарды өлтіруден қорықпайды. Әсіресе олар Сирия сияқты елдерде адам қанын судай шашуда. Ахмет Яссауи ақыр заман болар кезде зұлым ғалымдар көбейетінін айтқан. Зұлым ғалымдар дегеніміз халықты қырып жоятын қарулар ойлап табатындар. Солардың кесірінен миллиондаған адам қырылып кетті. Бұл туралы ғұлама былай деп жырлайды. Нәтиже жоқ дәруіштер дұғасында сан бәлені ел үстіне төкті, достар. Ғалым біткен кетті айналып сұм залымға, әмірлер көп шаруасы жоқ мұң зарыңда. Айтқан хақты қиын болды, шын ғалымға, жер бетіне сұмдық заман шөкті, достар. Осыдан көріп тұрғанымыздай, екінші дүниежүзілік соғыс кезде Америка ядролық қаруды ойлап тауып, оны Жапонияның Хиросима және Нагасаки қалаларына тастады. Совет одағының ғалымдары да атом бомбасын жасап шығарып, оны қазақ даласында әбден сынады. Әсіресе Семей халқы әбден қорлық көрді. Ядролық сынақтарын кесірінен Семейдің табиғаты жойылып, жаңа туған балалар мүгедек болды. Бірақ Америка елі ядролық қаруды ойлап тапқан адамды батыр етіп көрсетіп, Оппенгеймер деген кино түсірді. Оны бүкіл әлем елі сүйсініп көрді. Және де бүкіл ТМД елдері Калашник автоматын ойлап тапқан азаматты батыр деп есептеп, соның құрметіне автоматқа АК-47 деп ат берді. Қазір Байқоңыр жақта ғарышқа Ресейдің ракеталары ұшырылып жатыр.
Осының кесірінен Қызылорда экологиялық апат аймағына айналып, халқының денсаулығы құрыды. Ғарышқа қайта-қайта ұшып жатқан ракеталардың салдарынан аспандағы озон қабаты тесіліп, жерге өте зиянды күн сәулесі қатты түсіп, топырақты кептіріп, тіршілік иелері қатерлі ісікке шалдығуда. Қатерлі ісіктен қаншама адам қиналып, азап шегіп өліп жатыр. Кейіннен ғалымдар халықты қыратын автоматтар, танкілер, түрлі есірткілер, дәрілер, зиянды тағамдар ойлап тапты. Осының бәрі адамзатты жойып жатыр. Тіпті жай ғана горилла, дизи секілді энергетикалық сусындардың кесірінен жастар инсульт алып өліп жатыр. Сонымен қатар Ахмет Яссауи қарапайым халықта жұмысы жоқ әмірлер көбейетінін де айтқан еді. Расында да тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемде халықты ойламайтын әкімдер көбейіп кетті. Олар билікке келген соң тек өз қалталарын ойлап, тек ішіп жеуді мақсат тұтады. Қазақстанда соңғы кездері жемқор әкімдер көп ұсталып жатыр. Олар мемлекеттен мектеп, балабақша, аурухана, жол салуға бөлінген тендердің ақшасының жартысын жейміз деп, мамандарды жұмысқа алу үшін пара сұрап ұсталуда. Соның кесірінен үкімет салған үйлер сапасыз болып құлайын депті. Жолдар бір жылға жетпей тесіліп кетіп жатыр. Қыстың алғашқы аязында жылу құбырлары жарылып кетіп, халық қара суықта дірдектеп отырады. Қожа Ахмет Яссауи ақырзаман жақындаған кезде әкімдерден ұят кететінін осылай болжаған екен. Қиямет күні жақындағанда ақыл айтқыштар көбейеді екен. Тіпті ақылды ақшаға сататын пысқайлар пайда болады. Оларды қазіргі тілмен айтқанда бизнес тренер, коуч, психологтар деп айтады. Бұл туралы Ахмет Яссауи былай жырлайды. Әулиелер уағдасы келді, міне, қияметтің күні жақын жетті, достар. Ақылды құл кетеді айтып ендігіге, ел халықтан мейір шапағат кетті, достар. Қиямет күн жақын қалды, бұрмады бет, құл Қожа Ахмет айтты сөзін, тыңдары жоқ. Өзі-өзіне бір насихат қылғаны жоқ, насихатын халыққа айтып кетті, достар. Яғни құлдар да ақыл айтып, оны үйіп тыңдайтын адамдар саны артады. Расында да қазір интернетті ашып қалсаңыз, қалай ақша табуды, қалай бақытты болуды, қалай көшбасшы болуды үйретеміз дейтін алаяқтар қаптап кетті. Олардан мейірім шапағат кетті. Олар халықтың ақшасын сыпырып алып, өтірік ақыл айтып, шіріп байып жатыр. Аңқау адамдар оларға сеніп, бар ақшасын ұстатып жіберуде. Жер бетіндегі адамдардан ар ұят кетіп, Құдайдан безгендер қаптаған кезде қиямет орнайды екен. Сол кезде көрде жатқан бүкіл мәйіттер тіріліп жер бетіне шығады. Бұл туралы Ахмет Яссауи былай суреттейді. Исраил сүр үрлеп, келер тағы. Көрден бәрі тіріліп шығар заман. 50 мың жыл тұрғанда көр ошақта, сүрген кезде, содан соң арасатқа, жалаң аяқ, жалаң бас ала соқта, адам ұлын есталып, сынар жаман. Мақшарғайдар жүргізіп екшеу көпке, көтерілер шарасыз өкшен көкке. Тозақ отын көрсетер тексермекке, сақтай көр. Деп бет бұрып тұрарды адам. 120 мың сап болып тұрады үмбет, періштелер қоршайды шырақ үрлеп. Айнал мафар үндеуі сынағың боп, қашар жері жоқтығын ұғарды адам. Айырлыңдар бүгін. Деп үн шығады, ораза, намаз сол күннің нұр шырағы. Осылай деген Қожа Ахмет Яссауи жер бетіндегі адамдардың бәрі көкке көтеріліп, о дүниеге баратынын айтады. Сол кезде о дүниедегі адамға ешқандай байлық көмектеспейтінін, тек қана ораза, намазы көмектесетінін мәлімдейді. Ол жерде тозақ отынан қашар ешқандай жер болмайды. Адамдар бұл дүниедегі жасаған бүкіл күнәсі үшін жауап береді. Күнәсі көп пенделер адам атадан көмек сұрайды екен. Ақыл таппай пәмсіздер тұншығады, тіл байланып, ішінен тынарды адам. Адам ата алдына сонда халық қолдай көр. Деп жүздерін сорғам алып, шұбырады. Жүрегін қолға да алып, Ибрахимге барайық дер мүбәрәк. Сосын адам ата бүкіл пендесімен бірге Мұхаммед саллаллаху алейкум уәссалам пайғамбарға барып көмек сұрайды екен. Әйтпесе тозаққа өте көп адам кетеді. Себебі адамдар жер бетінде өте көп күнә жасайды. Бұл туралы Ахмет Яссауи былай дейді. Мұхаммедке барайық өтінішпен, барар сонда Расулге бар жұрағат. Бер, Мұхаммед дер Мұса, тез ақ көмек, жоғалуда үмбетің тозаққа кеп, Мұхаммед те бұрады со жаққа бет. Мұса бірге құтқармақ елді азаптан. Аршасында тәжін абзар еңірер, ия, қадир, ия, ғафур. Деп және егілер. Хақтан сонда үн келер жан езілер, көтер басты,
Хабибім, дер жаратқан. Осылай деген Ахмет Яссауи Мұхаммед пайғамбардың өте мейірімді екенін, әрбір үмбет үшін уайымдайтынын, қиналатынын айтады. Сондықтан да адам баласы жер бетінде күнә жасамай, таза, адал жүріп тұру керектігін ескертеді. Ол Диуани Хикмет еңбегінде жаратушы иеден кешірім сұрайды. Жаратушы жан Алла, жарылқаушым ғаламда, мейіріңнен дәметем кірпігімді жабарда. Әзірейіл төнгенде, қарқараға келгенде не қылармын, Құдай-ай? Жан тапсыру уайымын, Әзәзілдің ойынын сенен жәрдем болмаса не қылармын, Құдай-ай? Оңайлықпен жанды алда сапарымды оңда, Алла. Жан кеудеден самғарда, тәнім жерде қалғанда, табытқа әкеп салғанда не қылармын, Құдай-ай? Түстім талай аранға, баттым талай харамға, бола алам бапанаңда, жаратушы жан Алла, жарылқаушым ғаламда. Құрметті көрермендер, видеомызға лайк басып, каналымызға тіркеліп кетіңізші. Бұл бізге үлкен қуаныш сыйлайды.